Акшынлар хайыр октябрьнан 12-сі эфирде заман Қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз студияда сіздерімен Шевкет Аматулаев. Селямлайым. Украина Қырым-татар сияси мабуслері деңіштірілмесі үшін дегелде азат етілмесі үшін әрекет ете. Бұны Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба Түркиянын ТРТ телеканалына берген изатында айтты. Оның сөздеріне көре Украина тарафы яңы деңішме кечірілуіне азыр. Августың башында президент офисінің ел башысы Андрей Ермак 100-100 форматында деңішме азырланғанын хабар еткен еді, ләкин там күні ақында айтмады. Президент Зеленский Русия президенті Путин еле соңки келе музакире кечіргені вақыт 22 Қырым-татар мабусы азат етілмесі тешебусыны сеслендірген. Деңішов Русия апсты тұтылған эпосы Қырым-татарларына өз ватандашы оларақ сайғанындан себеп қиынлашадыр. Ми готові перейти до наступного раунду обміну. Однак інша сторона не така конструктивна, як ми. Тому є багато нових проблем, вирішення яких повинні бути знайдені, перш ніж обмін зможе відбутися. Але ми абсолютно повністю зосередилися на тому, щоб формула всіх на всіх була виконана. Кримські татари в іншій ситуації. Коли ми говоримо про кримських татар, ми говоримо не про обмін. Ми вимагаємо тільки звільнення цих людей, і це найскладніша частина, тому що Росія вважає, що Крим під її юрисдикцією. Дүния Қырым-татар конгресс өз биянатында Украина девлетіне Қырым-татар мұқтариеті тешкіл етілмей шандыруына қатырлатты. Биянат конгрессінің Ижра шурасының октябрьнің үшінде кешірілген топлашуында қабыл етілген. Илк сефер Қырым-татарлары өз-өзіні идаре ету фаққынен құлланып, девлетчілік тешкіл етілме етме білген аққы 2015 сенесі Анкарада кечірілген Дүния Қырым-татар конгрессінің топлашуында уақыттаки Украинаның тышышлері назиры Павло Климкин айтқан еді. Биянатта Дүния Қырым-татар конгрессы халқара ортақлары не бераберлікте Қырым рус ишгалжилерінден азат етілмесі үшін әрекет етежегі қайдетілі. Конгрессінің Ижра шурасы исрарлықнен Украина акимиетіні яқын вақытта Қырым-татар милли территориаль мұқтариет тешкіл етілігі үшін Украина анаясасына керекли деңішмелер көрсетмеге çağırdı. Bu beyanatta önemli olan milli kurultayımız ve milli meclisimizin etrafında toplandığımızı ifade etmemiz ve Ukrayna devletinin verdiği sözleri hatırlatması bakımından önemli bir şeydir. Çünkü bu iletişim çağında Ukrayna devletinin Kırım Tatarları için düşündükleri ve yaptıkları anında duyuluyor. Her şey hissediliyor. Kırım Tatarlarının verdikleri sözleri yerine getirmeleri lazım. İşte bu beyanatı böyle hana hatlarından baktığınız zaman bunu ifade ediyor. Bir de dünya kamuoyuna Kırım'ın işgalini hiçbir zaman için tanımadığımızı ve tanımayacağımızı beyan etmesi açısından da çok önemlidir. Донбасста женкны бітіріп оламаса вазифесінден кетмеге азыр. Бұны президент Володимир Зеленский BBC программасына берген интервьюсінде айтты. О Русия президенті Владимир Путин ile барышы қаққында аңлашып, Қырымнен берабер Украинаның бұтын топрақларына қайтарacağına умут ете екен. Це дуже... Я вірю в це. А в іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу. Це є правда. Але я не втрачаю цю віру. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами. Қырымда инсан ақлары бозылуы, Ярмадар Билешеві, Қырымға Русия ватандашлары кетіріп ерлештірілуі, Ярмада сакенлері Русия ордысына қанунсыз шекілде чағырылуы, Украина православ кілсесінің темсілжілері тақып етілмесі вет тамырхал қолған Қырым татарларының ақлары бозылмасы. Бұл мевзуларын Украина президентінің Қырым темсілжісі Антон Кариневич Монтенегроның Украинадаки елшісінен көрішкені вақыт музакире еткен. Бұне берабер Русияге санкциялар құбетлештірілуі мевзусы да көтерілген.
Важливою складовою зустрічі були також питання режиму санкцій, збереження вектора розширення санкцій з боку партнерів України, а також послідовної політики невизнання, визначеної резолюцією Генасамблеї ООН в березні 2014 року. Окремо говорили про нові виклики, пов'язані з обмеженням права громадян на свободу пересування з боку окупаційних органів. Имайджи келетсіз ве махкеме топлашуларында иштирак етме ақсыз. Қырымлы сияси мабуслерінің адвокат Алексей Ладинны ишгалжилер адвокат статусындан марум етті. Оле қарарына адвокатлар палатасының шурасы қабыл еткен. Ладин бір sıra Қырым татар сияси мабуслерінің адвокаты еді. Бұне бәрібер Дүния Қырым татар конгрессы президентінің муавина Ленур Ислямовның ишгалжилер махкемесінде темсіл етеді. Адвокатлар палатасының шурасы бөле қарарына да сентябрінің 30-ында қабыл еткен, ләкин Ладинге тек шымды хабер еткенлер, ләкин себеплері әлі да ачықланмаған. Ладинның махкеме топлашуларында бұлыны ПМЖ статусында иштирак етмеге аққы жоқ. Алексей Ладин бұл сияси қарар олғанына айтып шикает бережегіні қайдетті. Скажем, взамен. Я надеюсь, что я в ближайшее время ознакомлюсь с дисциплинарным производством, и тогда уже буду формировать позицию. Безусловно, я буду обжаловать это решение. Ознакомлюсь с материалами дисциплинарного производства и смогу уже более подробно аргументировать. Возможно, это как-то связано. Возможно, нет. Но у меня есть почему-то определенные основания предполагать, что да, это связано непосредственно с моей адвокатской деятельностью. Русияде бұл яңылық дегелде адвокат Николай Полозов принципиаль позициясы үшін оның зенадашы Марк Фейгин адвокатлық статусындан марум етілген еді. Боле шекілде Русия кемиеті режимге қаршылық көстерген адвокатлармен көрешмекте. Состояние 67. Безусловно, политическая составляющая в принятии подобных решений случается в России. И те дела, в которых есть у государства политический интерес, где защитники выступают с принципиальной позиции, не идя на какие-то договорники, защищая добросовестно своих клиентов всеми незапрещенными законом способами, конечно же, может вызывать раздражение у чиновников. Что происходило без его участия, его позиция не была представлена никоим образом. Вот это вот тихушничество, оно, конечно же, вызывает массу вопросов. Не ерде олғанны ве оңа не олғанны аңлап оламай. Сабық сияси мабус Владимир Балухны реанимациядан нейрохирургия бөлігіне кечірелер. Бұны халық депутаты Ирина Геращенко хабер етті. Балух сентябрынан 8-не кечіргежесі көтекленген сон қафа яралары Эльве Көпірчік кемігі сынығынен реанимацияға түшті. Оның башына операция япып суни комаға кечірген еділер. Сентябрынан сонында Балухның сағлығы стабиль олғаны хабер етілген еді. Володю сьогодні нарешті після більше ніж місячного перебування в реанімації переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він знаходиться. Відвідувати Володю поки що не можна, в тому числі через карантин і небезпеку ковід, бо для нього це дуже небезпечно. Қырым полициясы қанунсыз Қырым самооборонасы арби құрылышында иштирак еткен инсанға шеклену сеслендірді. Полиция тарқатқан мәліметқа көре, ОКШ 2014 сенесі мартының башында Орловский мост блокпостында селянин бекчілік япып ақиярға кіргенлерінің весиқаларını бақып, машиналарını тешкірген. ОКШ-ны қанунсыз арби құрылышта иштирак еткенінде шеклейлер. Полиция шекленгеннің адын ачықламай, ләкин Центр журналистских расследований хабер еткенне көре, бұл 33 yaşında олған Максим Заменко. Яңа авто башлағанынан душман күчлері бірқач кере танкқа қаршы гранат аты женен Авдеевка жібарында Украина арбилері позициялары тарафына атеш açқан. Ол штабында душман атышывы Украина арбилері үшін телекелі олмағанны қайдеттілер. Базар күні есе Русия незаретінде олған женкеберлер 4 кере атеш кеш режиміні бозған. Поблизу населеного пункту Мар'їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакіне. Маскасыз олғанларға пара жазасы беден сыжағы өлченіві COVID-19 хасталығы ола білгенлерге сайлав комиссия азалары соңки оларақ келе біле. Меркези сайлав комиссиясы ерлі сайлаулар кечірілмесінің құсусиетлері аққанда тариф етті. Сайлаулар октябрінің 25-інде кечірілмелі. Кечкен күн девамында
Коронавирус хасталығы Украина бойынша 4420 инсанда қайт етілді. 43 инсан вефат еткен. Хасталарының ең чоқ сайысы Харьков, Сумы, Полтава, Хмельницкий ве Киев вилаетлерінде қайт етілген. Тек Кировоград вилаеті карантин демшатылмасына азыр екен. В нас суттєво збільшилась кількість людей з пневмоніями, тобто тим, в яких діагностована відповідна пневмонія. За минулий тиждень це 22 400 осіб. Я вам хочу навести для розуміння, наприклад, тиждень з 13 по 19 липня в нас загалом було пневмоній 4234. Тобто ви бачите, що більше, ніж в 5 разів. Ишгал етілген Қырымда есе 2 кіші COVID-19 құрбаны олды. Пандемия башлағанынан берлі 91 хаста вефат еткен. Хастаханелерде ерлер аз қалғаны үшін хасталықны еңгіл формада кечірген инсанларына хастаханеге қоймастан евде тедевелемеге қалдыралар. Ақияр хастаханелерінде асла хасталар үшін ер қалмаған. Ерлер етерлі дегел, евде тедавеленің Ақияр хастаханелерінде яңы коронавирус хасталары үшін ерлер қалмаған. Бұны шерінен ешгалжелер акеметі білдіре. COVID-19 хасталары үшін 610 ер азырланған еді. Шынды есе хастаханелерде 623 кіші бұл хасталықтан тедавеленмекте. Кечкен авта ешгалжелер хасталықны еңгіл формада кечіргенлеріні евге яда шифаханеге йоллап хастаханелеріні бошатмаға қарар алды. Изумруд шифаханесінің бір корпусы COVID-19 хасталары үшін айрылған, ама бұда етерлі дегел. Шерінің 9 санлы хастаханесіні ковид хасталары үшін азырлайлар. Бұнен бәрабер 65 яшындан бұйық олған инсанларға ве сүреклі хасталықлары олғанларға ихтиячсыз евден чықмаға ясақ еттілер. Бүгінден башлап 50-ден зияде иштиракчы олса күтлеве тедбірлер кечірілуі де ясақтыр. Кинотеатр ве театрлерде билетлер сатылышы да сыңырланды. Боле режимде Ақияр ең азындан 2 авта яшайжақ. Вчера поступило 23 человека, было выписано 3 человека всего. Но сейчас мы будем, конечно, ориентироваться по каждой ситуации. Я правильно понимаю, с учетом открытия изумруда у нас теперь поступают с средним и тяжелым течением? Да, средним тяжелым течением. И в инфекционной больнице у нас при любом течении там находятся дети. То есть дети в изумруд мы не везем. Қойылар ярдым етмес деңі суыны татылаштырмақ керек. Сусыз қалған Қырым сакинлері құртарылмасы үшін ешгалжелер елбашысы Аксенов яңы тешебусен чықышта бұлынды. Евелі шақси қойылар мejburen сатын алынмасын теклif еткен еді. Ендесе анда ичілген су аз олғанны таныды. Анда не қадар су чоқ алынса, оның еріні тезден тұзлы деңі суы толдыра біле. Оның үшін ешгалжелер Қараденіз ялысында деңі суыны татлы япқан тертебатлар құрмаға істей. Ләкин болей хан амелге кечірмек үшін ең азындан 30 миллиард рубле зарурдыр. Құрылса біле бұтын Қырымны суынен теминетіп оламазлар. Русияде ішлеп шығарылған тертебатлар күнде тек 10.000 кубометр тұзлы суыны татылаштыра біле. Тек Ахмеджит сакинлері күнде 140.000 кубометр су қолданмақта. Бұнен бәрабер ишгалжелер Салғыр өзенінің суларыны да темізлеп сакинлерге бермеге планлаштыра. Ләкин өзенге инсанлар Черкев суларыны да ақызғаны вазиетні бетерлештіре. Прорабатывается возможность подачи такой воды для населения. Цитата. «Ищем технологии по очистке реки Салгир, выясняем с Роспотребнадзором до конца, готовы ли почистить до такой степени, чтобы использовать ее с целью подачи этой воды для бытовых нужд». Но ранее сообщалось, что уровень загрязнения реки Салгир в 1000 раз превышает норму, поскольку в реку выходят канализационные стоки. Екабин Қырым сакинны ишгалжелер күз шағырывы черчевесінде өз ордысын алacak. Халқырау қоғына рәйет етместен тежауызжы девлет ишгал етілген Қырымда 20-жы чағырыв компаниясыны башлатты. Бұл сене башында пандемия олғанындан себеп тек 500 Қырым сакинны чағырып етштіргенлер. Русия ордысында қызмет етмеге істемегенлерге жинайдавалар башлатып, Русия кенеде халқырау қоғыны боза. Қырым ақ қоршылайжы группасы білдіргенне көретек август айы девамында Рус ордысында қызмет етмеге істемеген 5 кішіге қаршы жинайдава башлатылған. 8 инсанға қаршы үкімлерде шығарылған. Украинаның тышышлерін әзірлігі, ишгалжілерінің әрекетлеріне қимет кесілмесі үшін ОБСЕ девлетлеріне мұражат етті. Ишгал башлағанындан берлі 5000 Қырым сакины Рус ордысына чағырылған. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Бұл саат қазір олған сонки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Атырден айырылманыз көрішкенже.